Сәлем бәріне, бүгін 30-шы параграфтың есептерін шығарамыз. Және мен сіздерге айтқым келетіні, есептерді мен көшіру үшін емес, есептерді түсіне білу үшін шығарамын. Және де сіздерге үлкен сұрағым бар. Сіздерге есептерді тез түсіндірген ұнайды ма, немесе асықпай нүктесіне дейін түсінген ұнайды ма? Соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мүмкіндігінше сіздердің айтқандарыңызды орындауға тырысамын. Ал бастайық. Ең бірінші есеп 30-да бірінші есеп. Бұл жерде сандар қатары берілген, және де бұл жерде арифметикалық ортасын, модасын, құлашын табу керек. Бұны біз 6-шы сыныпта өттік. Арифметикалық ортасында біз сандардың қосындысын жалпы санға бөлу керек. Яғни, мысалға бізде 13 неше рет қайталанған? 13 бізде 5 рет қайталанған сандар қатарында қосу керек бізге. 15 бізде 2 рет қайталанған қосу керек. 12-ге 12 бізде 5 рет қайталанған, көбейтеміз 5 рет. 12-ні 5 рет жазып отыру керек, бірақ та мен көбейту 5 рет жаза саламын, және де қосылған 14 деймін. Себебі 14 бізде бір-ақ рет кездескен. Енді осы сандарды біз 13-ке бөлуіміз керек, себебі 5-ті мысалға 2-ге қосқан кезде шығады 7 шығады, 7-ге 5 қосқан кезде шығады бізде 12-ге 1-де қосқан кезде 13 саны шығады. Яғни неше рет шыққанын бөлеміз. Бізде шығады 13 саны. Келесі модасы бізде ең көп қайталанған сан, ол бізде 12 саны. Міне 12 бізде 5 рет қайталанған, 12 және де 13 саны. Міне 13 5 рет, 12 5 рет қайталанған. Құлашы, бұл жерде бізде ең үлкен санын азайту керек, ең кіші санды. Ең үлкен сан бізде 15 болса, ең кіші сан 12. 15-ні азайтамыз. 12-ні шығады бізде 3 саны. Келесі вариациялық қатар жазайық. Бірінші 12 бізде 5 рет қайталанған. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 13, 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 15 бізде 2 рет қайталанған. Астына жаздым, себебі мына жаққа сыйған жоқ. Келесі екіншісінде бізге қатарға кіретін варианталардың абсолюттік жиілігін және де салыстырмалы жиілігін көрсету керек. Немен осылай көрсетіп қойдым, сызып. Енді жазайық. Абсолюттік жиілігі бізде 12-нің абсолюттік жиілігі бізде 5 рет, яғни абсолюттік жиілік деген ол неше рет қайталанғанын жазу керек. 13 5 рет қайталанған, 14 бізде 1 рет қайталанған, 15 2 рет қайталанған. Салыстырмалы жиілігі. Сонда мұнда абсолюттік жиіліктің қосындысын табу керек. 5-ке 5 қосқан кезде 10, 10-ға 1 қосқан кезде 11, 11-ге 2 қосқан кезде 13. Яғни біз бағаны 13-ке бөлдік қой, дәл солай 13-ке бөлу керек салыстырмалы жиілігін тапқан кезде. 13-ті бөлу керек 5-ке, 13-ті мұнда 5-ке де бөлу керек тоже. 13-ті 1-ге бөлу керек. 13-ті 2-ге бөлу керек. Үшіншісінде таңдау нәтижелерін жиілік полигоны арқылы көрсетіңдер деген қазір көрсетеміз. Екеуіне сызып алдым. Қазір енді 12 неше рет қайталанған көрсету керек. Міне 12 бізде 5 рет қайталанған, 13 5 рет қайталанған, 14 1 рет қайталанған. Міне 1-ге апару керек. 15 2 рет қайталанған. Енді осы нүктелерді қосу керек. Мінекей қостым. Осының 30-да бірінші есепті шығарамыз. Келесі 30-да екінші есеп. Бұл жерде вариациялық қатар құрастыруымыз керек өзіміз мектептің өмірінен. Және де абсолюттік және де салыстырмалы жиіліктерін, олардың қосындысын мәндерін табу керек. Және де мәліметтегі жиілік полигоны арқылы кескіндеу керек. Мысалға, міне мынандай вариациялық қатар болсын. 5 Міне вариациялық қатар құрастырдым. Бұл жерде бізде балалар 23 балалардың, жалпы 23 сан балалардың қазақ тілінен
алған балдары. Яғни бұл жерде қазақ тілінен ең үлкен балл ол 20 балы. 20 балын бізде 5 бала алған. Енді осыны біз абсолюттік жиілікке және де салыстырмалы жиілікке орналастыру керек. Мінекей мен сызып алдым. Бұл жерде мен балдарды жазып қойдым. 15, 6, 7, 9, 11, 15, 19, 20. Және де бізде абсолюттік жиілікте бұл балдар неше рет қайталанған. Абсолюттік жиілікте міне 5 мысалға бізде 1 рет қайталанған. 6 міне 2 рет қайталанған. 7 бізде 1 рет қана қайталанған. 9 міне 3 рет қайталанған екен. 2 11 рет қайталанған. 15 міне 4 рет қайталанған. 19 мысалға мына жерде 5 рет қайталанған. 20 санында 5 рет қайталанған. Яғни балалардың барлығы осыншама рет алған балдарды. Міне осының қосындысы бізде 23-ке тең болу керек. Бірге 2-ні қосып, сөйтіп қосқан кезде 23 шығуы қажет. Енді салыстырмалы жиілігін тапқан кезде бізде 23 санын бөлеміз 1-ге, 23 санын бөлеміз 2-ге, 23 санын 1-ге бөлеміз, 23 санын 3-ге бөлеміз, 23 санын 2-ге бөлеміз, 23 санын 4-ге, 23 санын 5-ге, 23 санын 5-ге бөлеміз. Мінекей осыдан шығарамыз. Және де айтқан келгені түсінбей жатсаңыздар, бұл менің өзімнің мысалым. Ал егер сіздер өзімнің мысалымды қарастырам десеңіздер, осылайынан некіне қарап қарастыруға болады. Жиілік полигонын сыздым. Енді осы жерге орналастырайық. Міне бізде 5 балын бізде 1 рет қана алған. 6 балын 2 рет алған. 7 балын 1 рет қана алған. 9 балын 3 рет алған. 11 балын 2 рет алған. 15 балын бізде 4 рет алған. 19 балын 5 рет алған. 20 балын 5 рет алған. Енді осыны қосу керек. Осылай қосамыз. Мінекей жиілік полигонын сыздым. Әленде өздеріңізге ұнаған басқашалау мысалымды жаза аласыздар. Мен өзіме осылайынан 10 айын сызып алдым. Келесі 33-ші есепте бұл жерде балалардың бойының ұзындығы берілген, және де осы таңдау үшін вариациялық қатар қарастыру керек, және де вариациялық қатар бойынша абсолюттік және де салыстырмалы жиіліктердің кестесін қарастырыңдар. Және 1, 2 және 3 сұрақтарға жауап беру керек. Міне вариациялық қатар қарастырдым. Яғни мен бұл жерде өз суретімен жаздым. Енді осы жерде абсолюттік жиілікті жазу керек. Бізде 161 бізде 1 рет қана кездескен. 162 бізде 2 рет кездескен. 163 2 рет кездескен. 164 бізде 4 рет кездескен. 165 бізде 9 рет кездескен. 166 бізде 4 рет кездескен. 167 бізде кездескен. 170 1 рет қана кездескен. Енді салыстырмалы жиілігін табу керек. Мен сіздерге айтқым келіп тұрғаны, мына жердегі сандардың барлығын қосып, қосындысы бізде 30-ға тең. Абсолюттік сандардың барлығын қосқан кезде өзі 30 саны шығады. Енді мына жердегі сандардың барлығын нешемдіміз? 1, 2, 3 деп санап отырсақ, мында 30 саны шығу керек. Келесі салыстырмалы жиілігін табу үшін бізде 30-ды бөлу керек 1-ге. 30-ды бөлу керек 2-ге, шығады бізде 1-ден 15 саны.
Мұнда да 15-тен 1 дегенім. Мұнда 30-ды 4-ке бөлу керек. 30-ды 9-ға бөлу керек. 39-ға қысқартуға болады, бірақ қалдыра салайын. 30-ды 4-ке бөлуге болады. 30-ды 3-ке бөлген кезде шығады 10-нан 1. 30-ды 4-ке бөлу керек. 30-ды 1-ге бөлу керек. Енді осы сұрақтарға жауап беру керек. Біріншісінде оқушылар бойы ұзындығының ең кіші және ең үлкен мәндері қандай деп тұр. Ең кішісі бізде 161, ең үлкені ол 170. Келесі екінші сұраққа бізге жауап беру керек. Бұл жерде бойының ұзындығы 168 болатын оқушылар қанша пайызды құрайды деген. 168 сантиметр бізде 4 оқушыда. Яғни 168 сантиметрлік 4 оқушы бар. Енді ол неше пайызын құрайтынын табу керек. 30 оқушы ол бізде 100 пайыз. Ал 4 оқушы бізде белгісіз, яғни X жазып қойын. Енді бізде табу үшін бізде пропорцияның көмегімен шығару керек. Яғни 4-ті 100-ге көбейтеміз. Бөлеміз 30-ға. Сонда шығады бізде 13,3 пайыз. Үшіншісінде таңдауда оқушылар бойының қандай ұзындығы жиі кездескен. Ол бізде 165 сантиметр жиі кездескен. Міне жазып қойдым, осыдан шығарамыз. Келесі 34-ші есепте бұл жерде абсолюттік жиілік полигонын қолданып, ойыншықтардың жалпы санын табу керек. Жалпы санын біз осыдан қарай аламыз. Мысалға, мына жерде 4-те тұр, 5-те тұр, және 8-де тұр, және де 6-да, және де 2-де тұр. Осы сандардың барлығын қосамыз айтқан. Яғни 4, 5, 8, 6, 2 деген сандардың қосамыз. Және де бұл жерде бізде жалпы саны 25-ке тең. Енді екіншісінде әр түстегі ойыншықтардың салыстырмалы жиілігін табу керек. Салыстырмалы жиілік сонда мұнда бізде 4-ті 25-ке бөлу керек. Келесі 5-ті 25-ке бөлу керек. 8-ді 25-ке бөлу керек. 6-ны 25-ке бөлу керек. 2-ні 25-ке бөлу керек. Үшіншісінде бұл жерде ойыншықтардың бір түсі екінші түстен қанша артық немесе кем екенін табыңдар деген. Мысалға, біріншісінде 4 бізде кішкентай 5-тен, яғни бұл жерде бізде 1-ге артық. Келесі, мысалға, ал 8-де 6-дан үлкен. Соны жазамыз. Мұнда бізде 8 нешеге үлкен? 2-ге артық деп жазайық. 6 бізде 1-ден артық, яғни бұл жерде 4-ке артық. Мысалға, бізде 8-ден кішкентай, яғни 3-ке артық.
Мұнда 3-ке артық десек те болады, немесе 3-ке кем десек те болады. Яғни 8 мысалға 5-тен 3-ке артық деп жазуға болады. Немесе 5 8-ден 3-ке кем деп жазуға болады. Дәл солай басқасында жазуға болады. 30-да 5-ші есепте мұнда қызыл, сары, жасыл, көк, қоңыр ойыншықтардың жазып қойдың түстерін, және де абсолюттік жиілігі бізде қызылда 4, сарыда 5, жасылда бізде 8, көкте 6, қоңырда 2. Енді салыстырмалы жиілігін табу керек. Бағанағындай 30-да 4-ші есепте бізде салыстырма ойыншықтардың жалпы саны бізде 25 болды. Мұнда да 25 болу керек. Мысалы, 8-ді 2-ге қосқан кезде 10 шығады, 6-ны 4-ге қосқан кезде шығады 10 шығады, сонда 10-ға 10-ды қосқан кезде 20, 20-ға 5-ді қосқан кезде 25. Енді салыстырмалы жиілігін табу керек. Мұнда 25-ті 4-ге бөлеміз, осылайынан шығады. Және 25-ті 5-ке бөлу керек, сонда шығады 5-тен 1 саны. 25-ті 8-ге бөлу керек, 25-ті 6-ға бөлу керек, 25-ті 2-ге бөлу керек. 30-да 7-ші есепте бізде кесте берілген, және де әр дұрыс жауаптың салыстырмалы жиілігін табу керек, және де кестені толтыру керек. Абсолюттік және салыстырмалы жиіліктердің полигонын салу керек. Қазір мен сіздерге осы кестені сызып көрсетейін. Салыстырмалы жиілікті табу үшін бізде мына жерден қосындысын табу керек. Мұнда қосындысы бізде 48, яғни жалпы саны 48. Енді салыстырмалы жиілігін табу керек. 48-ді 1-ге бөлеміз, 48-ді 5-ге бөлеміз, 48-ді 14-ге бөлеміз, 48-ді 16-ға бөлеміз, 48-ді 6-ға бөлеміз, 48-ді 6-ға бөлеміз. Мұнда қысқартуға болады, мына үшеуінде, мынада да қысқартуға болады. Бірақ өсіп қалдыра салайын, енді салыстырмалы жиіліктің процентін табу керек. 48-де 1-ді көбейтуіміз керек 100%-ға. Тең болады, сонда 2%. Келесі 48-де 5-ті көбейтеміз 5-ге, көбейтеміз 100-ге пайызға. Тең болады бізде 5-ті бөлеміз 48-ге, тең болады. Және де көбейтеміз 100-ге, тең болады 10%. Міне 10%. Дәл солай басқаларын істейміз. Мінекей мен жазып алдым. Енді осылай салыстырмалы жиіліктің процентіне орналастырайық. 48-де 1-де 2%, 48-де 5-те 10%, 48-де 14-те 29%, келесі мынада 33%, мынада 12-де 5%, 12,5 деген процент, мынада да 12,5%. Енді осының салыстырмалы жиіліктердің полигонын сызу керек. Міне абсолюттік жиіліктің кестесін сыздым, енді орналастырайық. Ең бірінші мен 3-те 1 болып тұр, 4-те 5 болып тұр. Міне 5-те 14 болып тұр, міне. 6-да 16 болып тұр. 7-де 6 болып тұр. 8-де 6 болып тұр. 3-те бізде 2% деп тұр. Мына жерде салайын. 4-те 10% деп тұр. 5-те 29 деп тұр. Енді ол 20-дан көп деп тұр. 30 жанда. 6-да 33 деп тұр. Яғни 30-дан жоғары.
мына жер шар 7-де бізде 12-де 5%. Мына жерде 8-де 12-де 5 деп тұр. Міне. Шамалап сыздым мына жерде араларын. Мінекей осылайынан сызамыз.